Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай смородина қосылған пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, қант, жұмыртқа, сары май, разрыхлитель керек болады. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды қосып, үстінен разрыхлителімізді қосып, қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосып, крошка дайындаймыз. Бір жұмыртқамызды қосып, жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Міне менің қамырым дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ қамыр шықты. Дайын болған қамырымызды орап, 15 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанға дейін начинкамызды дайындаймыз. Бізге қажетті заттар творожный сыр, қант, крахмал, жұмыртқа, қаймақ, смородина керек болады. Ең алдымен ыдысымызға творожный сырымызды саламыз, үстінен қантымызды қосамыз, крахмалымызды қосамыз, қаймағымызды қосып, дайындап қойған 2 жұмыртқамызды қосып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Смородинамызды қосамыз. Менде бұл смородина морозильникте тұрған смородина, замороженный. Қоса беруге болады. Міне менде начинкамыз дайын болды. Осындай бір келкі әдемі масса дайын болады. Енді формамызға қамырымызды жайып шығамыз. Қолымыздың көмегімен бір келкі етіп, мен қамырды жайып дайындап алдым. Енді дайын болған қамырымызға начинкамызды құйып, алдын ала қыздырып қойған пешімізде 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай менің пирогым дайын. Мен әсемдік үшін бетіне ақ шоколадты ерітіп узор салдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Енді кесіп көреміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай менде пирогым осындай болып шықты. Дәмі өте керемет болған. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Азиза Аймурзаева.